әулие енді біздің әкеміздің бала кезінде болған әулие. Үлкен көрнекті жер. Бұл енді исламдың насихаттаушы ірі ғалым кісі ғой. Халық сыйлады. Ана менің үйім тұр ғой ана. Сол үйден бастап халықтың бәрі жаяу түседі көліктен. Содан салауат айтып, міне анау қырғаға барып көлігіне мінеді. Сондай сыйлады заманында. Енді мен бала кезімде әкемнен сұрайын ғой. Енді біздің әкелер кетсе бір 150-ге ақ барды ғой қазір. Былай қарағанда. Сонда сол кісілер айтады, менің бала кезімде осы әулие болған дейді. Үлкен зират, халық көп отырған бұл жерде. Анау төбешіктердің бәрі қора, тегіс. Халық отырған ғой. Мына Ырымбай ағайды қойғанда осы жерде қоятын жер болмады. Қаншама халық, енді өлді ғой, оба болды, ашаршылық болды, халық. Енді бұл енді ырыстың көзі дейтін әкем бар осы жерде. Бұл жерде бәрі бар. Мал да өседі, су да таза, оңды жер, жақсы жер. Енді халық келгені дұрыс, келіп тағзым еткені жөн. Бірақ осы әулие саласы қойса осы, менің туысым, ананың туысы, мынаның туысы. Бұл халықтың несі. Ислам дінін танысуға келген адам, ол халық үшін келген адам. Солай тұжырымға салу керек. Бұл жерді көтеруге де болады үлкен қып. Енді осы Қазақстанның ордасында осы 5 жер осындай жер. Мысалы, мына Бекет, Ахмет Яссауи, осы әулие 5-6 жер ғана халықтың ислам дінін сыйлайтын жері. Енді мына жерде Серікбай деген ақсақал болды. Енді аңыз ғой бұл. Сол кісі айтады, мен жай қабағымды нетіп атқан екен дейді. Енді әкем өледі деп ойлаған дейді. Соны Мақсума деген шешем бар еді дейді. Сол шешемді салып алып, әулиенің басына алып келді дейді. Мен осы әулиеге шомылдырып, содан есімді жиып, міне 8 баланың әкесі болып, ағайынды елді болдым дейді. Енді ол Алланың берген несі ғой, еңбек келіп жатыр, еңбек. Бұрында қойы топалап болған кісілер, бала тумаған адамдарды осында келіп өтеді дейді ертеде. Аңыз ғой енді ертеде. Өтіп, балалы болып, малды оған жағдайлар бар деп. Естідік енді біз. Естуіміз ғой.